Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Арай, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін диеталық ПП шоколадты торт жасаймыз. Ыдысқа 1 жұмыртқа, 4 грамм қант алмастырғыш немесе 1 ас қасық бал қосып, венчикпен араластырамыз. Сүт құямыз, үстіне ұнтақталған сұлы жармасын саламыз. Қопсытқыш қосып, венчикпен араластырамыз. Какао қосамыз, араластырамыз. Микроволновкаға арналған форманың ішін майлаймыз. Сұйық массаны құйып, микроволновкада 5 минут пісіреміз. Ең оңай крем жасаймыз. Жұмсақ сүзбеге 3 грамм қант алмастырғыш салып, араластырамыз. Міне біздің корж дайын болды. Суытып аламыз, 3 бөлікке бөлеміз. Енді торт жинаймыз. Корж крем, корж крем. Әдемілік үшін иіліктен какаоны өткіздім. ПП шоколадты торт дайын болды. Калориясы аз, өте дәмді шықты. Оңай әрі тез жасалынады. Бұл ПП тортты мен сияқты арықтап жүрген, тәтті көп жеуге болмайтын жандарға жасап көруге кеңес беремін.